Түсті мына адамдарға жорытпау керек. Түс жорудың да жөні бар. Қазақтың ырымы бойынша түс сынап секілді болады. Оны қалай жорысаң, солай ойысады деген түсінік бар. Алайда түске сену мен сенбеу өз еркіңізде. Түс түлкінің боғы деп елемейтіндер де тиісінше әр көрген түсін жақсылыққа балап, жақсылыққа жоритындар да бар. Егер көрген түсіңізден секем алып қалсаңыз, шошып жүрмеңіз. Одан гөрі сабырға келіп, Алладан пана сұраңыз. Өйткені бізге Алла елшісінен жеткен өсиет бар. Әбу Саламадан жеткен хадисте былай делінеді. Ол Әбу Қатаданың Алла елшісінің игі түс Алладан, ал шым-шытырық түс шайтаннан. Әлдекім өзіне ұнамайтын түс көрсе, сол жағына 3 рет дем үрлесін, және оның кесірінен Аллахқа сыйынып пана сұрасын. Сонда ол оған ешқандай зиян келтірмейді деген өз құлағыммен тыңдадым деп айтқанын естідім деген. Бұл мұсылман өмірінде түс көрудің де өзіндік әдебі бар екенін көрсетеді. Осы хадисті оқып білген соң, қандай түс көрсеңіз де уайымдамасаңыз болады. Көрген түсіңізді тек қана жақсылыққа жорисыз. Нашар түс көрсеңіз лағнеті шайтаннан, Аллаға сыйынып сол жағыңызға түкіресіз. Бар болғаны осы. Адамның көрген түсі оның өміріне әсер етеді. Ал оның әсері көбінесе жорығанға байланысты. Қазақта түсті көруінен емес, жоруынан деген жақсы сөз бар. Түсті түстен кейін жорымайды, және әйелге, жездеге, жиенге жорытпаған. Қазақ түсті ешқашан жаманға жорымаған. Тіптен қалжыңдап болса да жаманға жоруға тыйым салып отырған. Сонымен бірге түсті түстен кейін жорымайды. Әйелге, қалжыңдасатын жезде балдыздарына, жиендеріне түс жорытпайды. Есесіне аузында дуасы бар адамға жортқан. Бірде атақты Мөңке би түсін Сырым батырға жортпақ болған. Сырым түс жорудың жолын Мөңкенің ұзатылып кеткен қызына беруді ұйғарады. Қыз түстің жайын білген соң Сырымға: түсті жездеңе жортпа, жиеніңе жортпа, әйелге жортпа деген сөз бар еді. Сонда да айтайын дейді. Түс адал түс, қиялы түс, шайтан түс деп 3-ке бөлінеді. Мұны қай түске жатқызарымды білмеймін. Бірақ оның шешуі мынадай. 40 ат дегеніміз мұсылманның 40 парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгеден келмей қалатыны 30 күн ораза ұсталмайтын заман туады екен. 5 аттың 4-еуі келмей біреуінің келгені 5 уақыт намаз қаза болып, оны біреу оқып, біреу оқымайтын кез келеді екен. Қасқырдың шыққаны кісінікін тартып алып ұрлап жейтін зорлықшылар заманының туатыны шығар. Түлкінің шыққаны алдаушы мен арбаушы көбейетін, түлкідей бұлаңдаған заманның күтіп тұрғаны шығар. Қоянның шыққаны ұрпағымыз үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар деп жорып беріпті. Осыны айтып болғаннан кейін Мөңке бидің қызы: маған түс жорытқандарыңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осында еді депті. Осындай мысалдардан ақ түс жорудың да өзіндік реті мен жолы болатынын аңғарамыз. Сондықтан көрген түсімізді барынша жақсылыққа жорайық. Шын жанашыр, жақсылық тілей алатын адамдарға, аузы дуалы, айтқаны орындалатын адамға жортқан жөн. Түс садақасын беру. Қазақ түс көріп оянғаннан кейін түсті жақсыға жорыйды да түс садақасын берген. Ол үшін кейде итке тамақ берген, немесе қасындағы адамдарға түс садақасы деп ақша не құнды зат берген. Кейде мешітке барып Құран оқытып садақа тастаған. Бұл да түсті жақсыға жорып, жақсылыққа жетуге талпынған ниеттен туған жақсы ырым. Сондықтан кез келген түсті түс түлкінің боғы деп айтады, немесе тек жақсылыққа жориды. Ал жаныңыздағы қылжақбас, әзілдесіп жүретін құрбы құрдастарыңызға түсіңізді айтуда абай болыңыз. Әзілі жарасқан досыңыз болса да, сізді күлдіремін, қалжыңдаймын деп түсіңізді әбестікке жорып жіберуі мүмкін. Әдейі емес, бірақ қалжыңы жарасқан құрдастың да әдеттегідей қалжыңдаймын деп сынаптай сырғып тұрған түсті бұрып жіберуі де мүмкін. Көрдіңіз, түсті игілікке жорыған. Түс жоруда дүние ғана емес, ақырет те назарға алынған. Бұл әлбетте түс туралы өте терең түсінік.